Сәлем, достар. Бүгін енді Аяланың кезегі преображение Аялада бүгін. Жай отырып үшеуміздің ішіміз пысып кетті. Ерасыл, Жансая, Аяла, Альбина үшеуі азанда, ісмендері. Жүр. Ал достар, біз азында сағат 10-да шыққанбыз ғой, сөйтсек. Ешқандай мастер әлі келмепті. Аяланың сабағы сағат 1-де уже сабаққа жиналу керек. Соған ерте шыққан түріміз. Сонымен біз Hello Slim'ге келдік. Правильный питание дейді. Көрейікші деп жатырмыз. Майы аз деген сияқты қандай денсаулыққа зиян емес тағамдар. Сонымен көрейікші, үйдің қасында ашылған екен. Қуана келдік. Қазір балдардың не заказ бергенін көрсетемін, және дәмімен бөлісетін боламыз, Солай ма? Правильный питание дейді, дұрыс тамақтану кафесі екен. Таңғы астарын осы жерден жейін деп жатыр. Жоқ, ашын нәрсе берген жоқсың, сен тәтті моти, Екеуі мотиге заказ берді, және де мынандай әдемі соққа заказ берді, тоже зиян емес екен денсаулыққа. Көрейік, ұнаса кеп тұрамыз, Осы жердеміз ғой. Тура біздің үйдің астында ашылған екен. Мына жерде екінші заказ, мына жерде мынандай тәтті заказ. Так, бірінші қызға береміз, Мұхаммед, бисмилля, менің моти. Сенкі клубника, Жаңыз Аяла, Альбина, күндікі арбуз, и мынандай творогты менен басқа ешкім жемейді үйде. Мен жеймін творог. Творожный пирог, және де осындай әдемі сэндвич қой. Бұны да көреміз. Дәмі ұнаса алып жейміз, Бірінші көруге алдық. Күшті, асағатты қымбат емес. Нормально. Носок 1000 теңге екен, 1050 теңге. Мынау 1100-ден. Мынаны ұмытып қалдым. Мынау да тоже 1000 теңге. Зато майлы емес, денсаулыққа зиян емес. Не қылды дәмі? Ұздай ма қатты? Мен саған қазір трубочка сұрап көрейін. Не деген керемет мынау күшті. Бетіндегі желесі кәдімгі таза лимоннан жасалған. Жай ғана не емес. Натуральный бәрі, көрініп тұр. Таза натуральный тамақтар. Балдарда келгенге күшті екен. Біздің Мұхаммедке несі ұнап қалды? Желесі ұнады бетіндегі. Лимон жүр ғой ішінде, күшті, дәмі прям супер. Астында творогты сен жей сал дейді маған айтады. Біз мына сэндвичті жеп отырмыз. Мұхаммед екеуміз, Аяла екеуміз ұнады. Наны вообще супер. Қазір Аяла мотиін жейді. Мына бір моти бөлінген күйі қап кетті. Бүгінгі күнді осы ханшайымға арнадым. Мұхаммед екеуіне. Мұхаммедке ешқандай өзгеріс керек емес, ол тек қасымызда жүреді. Кеше екеуін бірге алып шықсам болар еді, бірақ ол кезде уже кеш болып кетеді. Аяланы сабақтан күтіп алуымыз керек. Сол үшін Аяла сабақта кезде біз Жансая екеуміз шаш қырттыра бердік. Ал бүгін енді қазір Аяла шашын қырттыра және құлағын теседі. Болмадың ба мотиді? Мүлдем шекер аз. Шекері жоқ. Күшті. Мен Аялаға ұнамайтын шығар деп ойлап едім. Магний 2 бар екен. Со вкусом клубники дейді. Шекер жоқ деп жазып қойды. Надада 100% табиғи лимонад. Шекерсіз. Надада шекер жоқ. Енді осы жерге әкелем. Тәтті жегілерін келсе болды, осы жерге әкелем. Бірақ дәмі супер. Кеттік, ал. Жүр. Енді қайда барамыз? Таңғы асымызды ішіп алдық. Енді жүр онда. Ойнайтын жерге барамыз,
Площадкаға отыра тұрамыз ба? Жүр, бір көріп кете салайық. Келмеді ма, келді ма? Аяла бізде осылай мастері келді. Енді шашын қорып тұрады. Қазір құлақты да тесет, рахат болды. Екі жаққа барамыз ба дебек? Бір адамның қолынан бәрі шығады. Біздегі Аяланың образы, Аяла аниме стилін таңдамады. Жансая сияқты жай алдыңғы кекілін қысқартып, шашының ұшын текстеді. Аяланың образына кәні баға беріп қойыңыздар. Енді құлақ тесеміз ба? Давай, бізде Аяла қорқып жатыр. Құлағын тесуге. Бізде құлақ тесуге. Екінші құлағын дайындап жатыр. Алдына жатса автоматтайын пистолет. Пырт еткізеді. Келсең тестіреміз ба? Пық етеміз. Күшті ойнап отыр біздің. Аяла дайын. Ал достар, Аяланың прическасын бағалап кетіңіздер. Маған жалпы ұнады екі қыздың да. Прическасы өздеріне қатты ұнады. И өздеріне жарасты. Құлағымызда сырғамызды, оны түсін қараңыздар. Алдында тестірген сырғам тестірген еді қой. Соның бір құлағында тесігі қалып кетті достар, себебі дұрыс теспепті, қисық қылып. Ал қазір біз соны түзулеттіген. Жүріндер, ал біз площадкаға келе жатырмыз. Площадка бос аудем. Балдардың бәрі сабақта, садикте. Бізде Аяла мен Мұхаммед қана азанда бос. Мұхаммед 24-те 7 сағат бос қой, бірақ бізде. Мамасы сияқты, я? Күнге қарап тұршы, енді көрейік. Сырғаңды, мына аяқта сырғаңды көрсете ғой. Міне, достар, тура өзіне ұнайтыны жасыл түсті, таңдады. Бір ай осы сырғамен жүре тұрады, енді одан кейін әдем сырғалар тағып шығамыз, я? Шашың маған қатты ұнады. Күшті ұқтырып, жүр. Әкел, оны маған бере сал. Мұхаммедтің спортивкасы ма? Ойбай, бұл бала қайда кет қалды? Анау жүр. Алып жүр, ойнап ал, одан кейін үйге кіріп сабаққа дайындалайық. Киінесін, шығарып салайын. Ей, жаным. Шашы жұқа болса да бір әдемі біздің Аяланың ше. Жылтырайды да жүреді. Қашан жусаң да жылтырайды. Ха? Не дейсің? Шаш өзіме қатты ұнады. Жеңіл сезініп жатсың ба өзіңді? Күшті. Ал достар, біз видеомызды аяқтайық. Бүгінгі Аяланың өзгерісі сіздерге ұнады ма? Анда-санда осындай өзгеріс жасап тұрғанда жақсы. Біздің Аяла бағанал бер шашын қайта-қайта сипап, құлағын қайта-қайта ұстап. Беріп тұршқан, ана құлағыңды қайта-қайта ұстай берме, жарай ма? Кішкене жазылсын. Барамыз ба үйге? Бізде Мұхаммед шаршады. Күн ысып кетті бізде Ақтауда ше. Сосын да шар көп балдар не? Ойнамай жатқан далаға шықпай. Жүр, онда үйге кірейік, үйімізге барайық. Барамыз ба үйімізге? Үйімізге барайық. Балапандар, сен сабағыңа дайындал. Шашым өзіме қатты ұнады. Өзіңе ұнады ма? Ең бастысы өзіңе ұнаса болды, басқан пікірін не қыласың. Мысалы үшін маған шынында да ұнады. Кейде бір шаштарыңды қырықтырсаңдар ұнамай қалатын тұғын маған. Бірақ сонда да қойшы өздеріне ұнап тұр ғой дейтін едім. Бүгінгісі әдемі шықты. Бүгінгі шашы таңдаған сырғасы да әдемі шықты.